Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет венский вафли пісіреміз. Бұл вафлидің рецептісі өзінің бір құпиясы бар. Жұмсақ әрі өте дәмді, бір жесеңіз жегіңіз келе беретін рецептін ұсынамыз сіздерге. Бұл жерде біздің рецептіміздің құрамы да өте қарапайым, қолжетімді. Ең алдымен жұмыртқамызды, шекерімізді ыдысқа салып, бенчикпен араластырамыз. Бұл жерде миксерлеудің қажеті жоқ. Үстіне еріген сары майды құямыз. Бұны да біраз араластырып, бал қосамыз, 2 қасық. Менде өзімде бір тұрып қалған сливки бар еді, мен соны қостым. Ол болмаса, кез келген йогуртты қосуға болады, немесе творожный масса болады. Дүкендерде соны да қосуға болады. Бұны араластырып, онымен қосқышты бір ыдысқа араластырамыз да, елгезектен өткізіп, 2-ге бөліп, жұмыртқалы массаны үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Қамырдың массасы қою емес, сұйық емес болады, орташа. Алдын ала вафельницамызды қыздырып, 2-3 қасықтан толтырып саламыз. Бетін жауып, 5-7 минутта пісіріп аламыз. Бұл вафлидің дәмі бір керемет, жұмсақтығы кәдімгі дүкендегі барнидің жұмсақтығы қамыр сияқты. Достар, егер де менің арнама әлде тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер, менімен бірге болыңыздар. Мен сіздермен тағы да қолжетімді бағадағы рецептілермен бөлісетін боламын. Бұл вафлиміздің өзінің рецептісінің бір құпиясы. Біз қосқан сливки, немесе йогурт, немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Өзінің құпиясы сол. Себебі бұның сол қоспа арқылы дәмі ерекше болып шығады. Мінекей өздеріңіз байқағандай, осындай жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады вафлиңіз.